Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Қызыл майдың пайдасы. Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Қызыл май фитилеум компаниясы ұсынған өсімдік тектес дәрілік зат, фолифит майы. Дәрілік өсімдіктердің 7 түрінен жасалған түп нұсқалы 100% табиғи сығынды болып келеді. Қызыл май не үшін қолданылады? Оны атап айтқанда 7 себеппен түсіндіріп өтсем. Бірінші, тыныс алу жолдарының ауруларында, яғни ринит, тонзиллит, ралингит, бронхит, пневмония. Ал екінші, гастрит, асқазанның және 12 елі ішектің ойық жарасы, колит, энтероколит сияқты ауруларға пайдасы зор. Сондай-ақ проктит, геморрой, жатыр мойнының эрозиясы, кольпит, сервицит, цистит, простатит сияқты ауруларда пайдасы орасан зор. Төртінші, терінің және шырышты қабықтың күйіктерін емдеуде, яғни термиялық, химиялық және сәуледен кейінгі күйіктерде. Бесінші, тері аурулары кезінде терінің ойылуы, дерматиттер, дерматозалар, баяу жазылатын жаралар мен ойық жаралар, соның ішінде жұқпалы. Алтыншы, иммундық қорғаныстың төмендеуімен қатар жүретін ауруларды емдеу кезінде жалпы күшейтетін дәруменді зат ретінде ұсынылады. Жетінші, препарат косметикалық тәжірибеде қолданылуы мүмкін. Сондай-ақ қызыл майды құлақ пен көзді емдеуде қолдануға болмайды. Қызыл майдың құрамдары шаңқурай, қалақай, итмұрын, мия, тасшөп, сермене, шырғанақ, күнбағыс майларынан жасалады. Менің берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Ауырмаңыз.